бойынша негізі бізде программа кірмейді, бірақ сіздердің сұрауларыңыз бойынша мен осылай көрсетейін деп жатырмын. Кішкене ғана дұрыс салып жібердім да, жылы суға аяғымды малып, көбінесе кешкісін жасаймын. Яғни осылай где-то 8-10 минуттай отырасыз, музыка қосып қойып, бір жақсы состояние отыру керек та. Айтады ғой, аяқтан басталады деп ше, негізі біздің әдемілігіміз табаннан басталады. Онымен бұрындап былай сыйлық сабақтарда айтып жүрдім, что біз күнделікті жылы суға аяқты малу керек. Өйткені бүткіл барлық напряжение бізде аяқта болады. Жүреміз, анда барамыз, мында барамыз деген сияқты. Сосын аяқ шаршағаннан кейін біздің денеміз шаршайды, сосын бетімізге шығады ол дейтін. Сол үшін где-то 8-10 минутта көп уақыт алмайды. Содан кейін бір аяғыңызды неде тұра берсін, жылы суда тұра берсін, екінші аяғыңызды алып, бүйтіп аласыз өзіңізге. Сүлге қойып, сүртіп, осылай. Сосын массаж жасап бастайсыздар, массаж жасап. Былай көрсетейін. Осылай көп қойып, міне. Осылай көп қоямыз да, және де кішкене кремімізді аламыз. Сосын осылай жасаймыз, міне. Жерлерімізге массаж жасап, жоғарыдымен, алақандарыңызбен, содан кейін жұдырықпен жасаймыз, алақанмен, және де жұдырығымызбен осылай. Осы сүйектің жағымен жұмыс жасаймыз. Сосын осы тобықтың жағына осылай бетіп сипалап жасаймыз. Содан кейін осылай ұстап аламыз да, осылай көп қойып, сосын табаныңызға, табанда барлық точкалар ше. Табаныңызбен жұмыс жасаймыз. Өкше, табанның ортасы. Сосын бүйтіп бас бармақтарыңызбен осылай аяқтарыңызды ұстап аласыз да, бас бармағыңызбен қатты батырмай осылай массаж жасаңыздар. Ауыра ма қараңыздар. Напряжение, сүйектер мынандай менікінде сүйек шығып кетсе, арасына қойып аласыз да, бүйтіп міне. Сосын тартып өзіңізге қатты емес, массаж жасаймыз. Кімде мынандай сүйек шығып кеткен? Туфлиді мысалы, кезінде туфли кие берген болғандай. Студент кезінде көп кидім да мен туфли. Сосын наследственный бір жағынан. Осылай. Сосын барып, бүйтіп сүйекпен жасаймыз, міне осылай. Айналдырып, жанын, осылай жанын. Өкше келген кезде, бүйтіп ортаңғы саусақтың жаңа сүйегімен бүйтіп жасаймыз, міне. Осылай. Бұлайынан. Рахаттанып, басып мына жерлерді. Содан кейін осылай қоясыз да, бас бармақты ұстайсыз да, екінші саусақты осылай екі жаққа ашасыз. 1, 2, 3, 4, 5. Сосын үшінші саусақты аламыз да, бас бармақ тұра береді. Тартамыз, қатты емес. 1, 2, 3, 4, 5. Төртінші саусақ бас бармақ тұра береді. 1, 2, 3, 4, 5. Бесінші саусақ. 1, 2, 3, 4, 5 дейміз да. Былайынан массаж жасаймыз. Әдемдеп массаж жасаймыз, күшіліп. Вау, прям дейтінше. Қазір екі аяғын салыстырасыз ғой. Это красота. Неғып жасамадым деп ойлайсыз. Сосын бүйтіп саусақтарыңызды бүйтіп бассаңыздар болады. Бүйтіп былайынан. Мына жерлерді ше, осы жерлерді. Былай басып отырамыз, рахаттанып басамыз. Былай. Сосын аламыз да, құшақтап аламыз да, былай жасаймыз. Ағындай құшақтап аламыз, әр саусақты төменнен жоғары қарай осылай жасаймыз. Жұлып алмаңыздар, жайлап қана жасаймыз. Молодцы. Күшті осылай. Содан кейін бар носкилеріңізді киіп, екі аяқтарыңыз салыстырыңыздар. Носки киіп аламыз. Сосын екінші аяғымыз сүртеміз да. Сүртеміз. Көзіңізді жұмыңызда жасаған аяқпен жасамаған аяқты салыстырыңыздар. Аяқ деген ауыр болып тұр. Массаж жасаш деп сұранып тұр ғой. Мына аяқ кәдімгі рахаттанып қалды. Кім байқады? Соны всегда салыстырып отырыңыздар, өздеріңізде мотивация болады. Жасауларыңызға ше.
Кеттік екінші аяғымызға. Ал бисмилля деп. Красота. Не манағыдай жоғары төмен осылай. Алақанымызбен. Сосын ба жұдырықпен осылай. Сүйектің жаны ортасына сүйектің жанымен. Тобық мен мына жерде сипаймыз ек жақтан. Рахаттанып жақсы көреміз аяғымызды. Қызмет жасап, аяқ барлық ауыртпалық аяққа түседі. Сол үшін күнде аяққа мән берсеңіздер, красотулечка боласыздар. Содан кейін осылай қойып алып, крем бар ма? Қараймыз. Крем аз болса, онда кішкене крем аламыз да. Опана. Енді осылай ұстап алып, бас бармақпен аркасына жұмыс жасаймыз, ортасымен. Қаншама нүкте бар. Күшті ұйықтайсыздар ғой. Осы нүктені қозғамаса адам дұрыс ұйықтай алмайды екен. Сол себептен біз нүктелерді қозғау керекпіз. Тағы да мына сүйектеріңіз болса, мен көбінесе мына аяқта сүйегім аздау. Сонда да жасай беремін, чтобы профилактика. Бас бармағымды ұстап алдым да, мына сүйекпен бүйтіп жұмыс жасаймын, қатты ауыртпай. Сосын бар өкшеңізді бет-бет жасасаңыз болады, барлық саусақтарым болады, сүйектерін немесе ортаңғы, қалай сізге ыңғайлы. Міне осылай бүйтіп жұмыс жасаймыз. Содан кейін бет-бет жұмыс жасалғаннан кейін бас бармақты ұстап тұрамыз. Содан кейін екінші саусақ. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші саусақ. Ашамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Үшінші. 1, 2, 3, 4, 5. Соңғы. 1, 2, 3, 4, 5 деп осылай жұмыс жасап жүреміз да. Құшақтап тұрып былай қарай жасаймыз. Әр саусақты жұлып алмаңыздар. Құшақтап алдым. Саусақтардан тартам осылай. Барлық саусақтарды осылай жұмыс жасап шығам. Осылай массаж жасап бүйтіп мына жерлеріңізге мана көрсеттім ғой мен. Мына жерлер, осы жерлер қатты баспай, бүйтіп басып шығамыз. Красота, күшті қандай керемет. Вдох, выдох жасап, напряжение кетіріп, осылай. Жақсы көреміз аяғымызды. Жақсы көріп жасаймыз махаббатпен осылай. Мен алдында айтқандай, жылы суға кішкене ғана дұрыс саласыз да, 8-10 минуттай отыру керек. Содан кейін осылай баптап, сүлгілеріңіз дайындап, носкилеріңіз дайындап қойыңыздар. Андамда шауып кетпеу үшін кремдеріңіз дайындап қойыңыздар. Осылай массаж жасаңыздар. Ортасы, особенно осы жерлер. Ауыра ма, қараңыздар, қай аяқтарыңыз больше ауырды? Сол аяқтарыңыз ба, оң аяқтарыңыз ба, басқан кезде қайсы больше ауырды? Соны қараңыздар, сол жаққа мән беріп жұмыс жасаңыздар. Осылай. Егер де арасына мен жаққа көрсеткен жоқ, мен жаққа көрсетейін. Осы жасасаңыз болады. Бейді арасына сыйса, егер саусақтарыңыз, осылай, көрдіңіз ба? Осылай бүйтіп ұстайсыз да, сосын айналдырасыз бүйтіп. Ішке қарай, сыртқа қарай. Ішке қарай, сыртқа қарай. Не жақ аяқтарыңызға жасасаңыз болады. Қысамыз да, оппа, шығарып жібереміз осылай. Массаж жасап жібереміз. Содан кейін носкиімізді киіп аламыз, аяғымыз жұмсақ, өкшеңіз бәрі жұмсақ, қатып тұрған жерлер бәрі жұмсарады. Содан кейін аяғымызға носки киіп алып, сол носкимен ұйықтаймыз, қыздарым. Осыны күнде күнара жасасаңыздар болады. Күнде уақыттарыңыз болмаса, онда күнара жасаңыздар. Кешкісін. Күшті? Менің әдемі сұлу қыздарым, бүгін бізде аяққа күтім болады сіздердің сұрауларыңыз бойынша. Негізі бізде программа кірмейді, бірақ сіздердің сұрауларыңыз бойынша мен осылай көрсетейін деп отырмын. Кішкене ғана дұрыс салып жібердім да, жылы суға аяғымды малып, көбінесе кешкісін жасаймын. Яғни осылай где-то 8-10 минуттай отырасыз. Музыка қосып қойып, бір жақсы состояние отыру керек та. Айтады ғой, аяқтан басталады деп, негізі біздің әдемілігіміз табаннан басталады. Оны бұрындап былай сыйлық сабақтарда айтып жүрдім, что біз күнделікті жылы суға аяқты малу керек. Өйткені бүткіл барлық напряжение бізде аяқта болады. Жүреміз, анда барамыз, мұнда барамыз деген сияқты. Сосын аяқ шаршағаннан кейін біздің денеміз шаршайды, сосын бетімізге шығады ол дейтін.
сол үшін где-то 8-10 минутта көп уақыт алмайды. Содан кейін бір аяғыңызды неде тұра берсін, жылы суда тұра берсін, екінші аяғыңызды алып, бүйтіп аласыз өзіңізге, сүрге қойып, сүртіп, осылай. Сосын массаж жасап бастайсыздар, массаж жасап. Былай көрсетейін. Осылай көп қойып, міне. Осылай көп қоямыз да, және де кішкене кремімізді аламыз. Сосын осылай жасаймыз, міне. Жерлерімізге массаж жасап, жоғарғымен, алақандарымызбен, содан кейін жұдырықпен жасаймыз, алақанмен, және де жұдырығымызбен осылай. Осы сүйектің жағымен жұмыс жасаймыз. Сосын